Жақсы жаңалық, қазақ елі. Қолында ақшасы жоқтарды үй ала алады. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер хабарды толық білгіңіз келсе, бейне астындағы лайк және подписация таңбаларын басып, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. Бастапқы жарна жоқ. Қолында ақшасы жоқтарды үй ала алады. Атырау облысы әкімі Серік Шапкенов ОКК да өткен брифингде тұрғындарды үймен қамтамасыз ету бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы айтты деп хабарлайды Бақ газет тілшісі. Қазіргі таңда 29 мыңнан астам адам тұрғын үй кезегінде тұр. Өңір бойынша қазір 52 тұрғын үй салынып жатыр. Биыл 10 тұрғын үй беріледі, ал келесі жылы 32 тұрғын үй, деді әкім. Айтуынша әкімдікке тұрғындардан кезек бойынша сұрақ, өтініш жиі кездеседі. Келесі жылы аяқталған үйлердің ішіне 24 үйді кезекте тұрған азаматтарға арнайы береміз. Сонымен қатар өңірімізде отбасы банкімен бірлесе отырып арнайы бағдарламаларда қабылданды. Оның негізгі мақсаты несиемен үй алуға мүмкіндіктер беру, деді Шапкенов. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.